Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен атақты Whoopie Pie тортының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді, дайындалуы оңай, ең қолжетімді түрі. Бұл тортты қонақтар келгенде маңызды мерекелерге дайындауға әбден болады. Ең алдымен шоколадқа сары майды қосып, 1-1,5 минут микроволновкаға салып ертіп аламыз да жақсылап араластырып суытып қоямыз. Електен өткізілген ұнға какао және қопсытқыш қосып араластырамыз. Бөлек үлкен ыдыста 3 жұмыртқа мен қантты көлемі үлкейіп ағарғанша миксерлейміз. Суыған шоколад пен майды қосып тағы да миксерлейміз. Үстіне құрғақ ингредиенттерімізді қосып жақсылап миксерлейміз. Шыққан массаны 4 тең бөлікке бөлеміз. Мен үлкен ыдыстың салмағын алдын ала өлшеп алдым, сосын массаны 4-ке бөлдім. Массаны кондитерлік қапқа салып, диаметрі 17 см болатын пергаментке домалақ қылып жағып, үстін лопаткамен тегістеймін. Менің тортым биік болды. Егер жалпақ және аласа торт жасағыңыз келсе, массаны 3-ке бөліп, диаметрі 22-23 см қылып жасасаңыз болады. Алдын ала 170 градуста ысып тұрған пеште әр кожды 7-10 минуттай пісіреміз. Кождарды әбден суығанша күтеміз. Креміне міндетті түрде сап-салқын тоңазытқыштан жаңа шыққан кілегей, творожный сыр және қант ұнтағын 1-2 минуттай миксерлейміз. Егер кілегей және сыр салқын болмаса, кремі дұрыс шықпайды, сондықтан салқын болуы керек. Кремді жасау үшін мен мынадай насадка қолданамын. Насадканың нөмірі 808. Кождар мынадай әдемі болып пісті және суыды. Кремді 3 тең бөлікке бөліп алдым. Торт сырғып кетпеу үшін тәрелкенің түбіне кішкене крем жағып алдым. Кремді кождың шетіне кішкене шығып тұратындай қылып жағамыз, видеодағы көрсетілгендей. Қалған кремді торттың ортасына лопаткамен тегістеп жағып шығамыз. Осылайша әр кожды қайталаймыз. Ең үстіңгі кожға крем жақпаймыз. Whoopie Pie торттың оригинал рецептінде креміне маскарпоне қолданады, бірақ мен әрқашанда творожный сырмен жасаймын, өте дәмді болып шығады. Тортты жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Торттың үстіне ганаш жасау үшін кілегей мен шоколадты микроволновкада 1 минуттай ыстамыз да жақсылап араластырамыз. Ганашты торттың үстіне құямыз, шеттеріне кішкене шығарып патек жасауға болады. Ганаш қатқанша күтеміз, сосын әсемдейміз. Егер қатпаса, үстіндегі әсемдеген заттар құлап қалуы мүмкін. Тортты өз қалауымызбен әсемдейміз. Мен Орео печеньесі және жеммен әсемдедім. 6 сағат тоңазытқышта кремі сіңгенше ұстауға кеңес беремін. Сонда кремі бисквитіне сіңіп өте дәмді болып шығады. Бұл видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Жауап беруге тырысамын. Видеоға лайк басып, менің каналыма жазылыңыздар. Жаңа видео рецепттермен қуантатын боламын. Ас болсын.